Менің жұмыс ұстанымым әр оқушының мүмкіндігін нәтижеге айналдыру. Олимпиадаға дайындау барысында мен теориямен ғана шектелмей, оқушылардың логикалық дамуын, алгоритмдік сауаттылығын, жылдам шешім қабылдау қабілетін және өзіндік сенімін қатар дамытуды мақсат етемін. Олимпиадаға дайындықты мен ең алдымен оқушының бастапқы деңгейін анықтаудан бастаймын. Қай тақырыпты жақсы меңгергенін, қай тұста қиналатынын талдап, соған сай жеке дайындық маршрутын құрамын. Дайындық барысында тақырыптарды кезең-кезеңмен жүйелеймін. Алгоритмдер, логикалық есептер, программалау, талдау және қате түзету бағытында жұмыс жасаймын. Әр тақырыптан кейін оқушымен бірге қателерге талдау жүргіземін. Мен өз тәжірибемде жасанды интеллект технологияларын, заманауи цифрлық ресурстарды және оқытудың жаңа әдістемелік тәсілдерін тиімді пайдаланып келемін. Мысалы, оқушыларды информатика пәнінде олимпиадаға дайындау барысында интерактивті платформаларды, жеке траекториямен оқытуды және жасанды интеллект негізінде жаттықтыру құралдарын қолдану арқылы олардың танымдық қызығушылығын арттырдым. Сонымен қатар, оқушының ішкі мотивациясын сақтау үшін мадақтау, шағын жетістікке қуану, алға ілгерілеуді көрсету тәсілдерін үнемі пайдаланып отырамын. Мен информатика пәнінен оқушыларды олимпиадаға дайындау барысында олардың табандылығын, жүйелі ізденісін және мақсатқа деген жоғары жауапкершілігін қалыптастыруға ерекше назар аудардым. Менің шәкірттерім аудандық кезеңнен бастап облыстық кезеңге, одан әрі республикалық деңгейге дейін сүрінбей жетіп, үлкен жетістіктерге қол жеткізді. Бұл жолда оқушылар тек теориялық біліммен шектелмей, практикалық дағдыларын жетілдіріп, қиындықтарға төтеп беруді, уақытты тиімді пайдалануды, өзіне деген сенімділікті және өздігінен шешім қабылдауды үйренді. Олимпиадаға дайындық тек білім сайысы ғана емес, ол өмір мектебі, шынайы сынақ алаңы. Мен шәкірттеріме әрдайым қолдау көрсетіп, шабыттандырып отырдым. Нәтижесінде олар өз армандарына бір қадам жақындап, үлкен жетістіктерге жетіп келеді. Атап айтар болсам, 2022-23 оқу жылында жалпы білім беретін пәндер бойынша 7-8 сынып оқушылары арналған республикалық пәндік олимпиаданың аудандық кезеңінде 7 сынып оқушысы Ерсайым Нұрайым 1-ші орын, облыстық кезеңінен 2-ші орын, 2023-24 оқу жылында аудандық кезеңінен 1-ші орын, облыстық кезеңінен 1-ші орын, республикалық кезеңнен сертификат алды. 2023-24 оқу жылында 10-шы сынып оқушысы Ахметова Жанерке ауыл мектептерінің 9-11 сынып оқушыларына арналған жалпы білім беретін пәндер бойынша республикалық олимпиаданың аудандық кезеңінде 1-ші орын, облыстық кезеңінде 2-ші орын алды. 2024-25 оқу жылында ауыл мектептерінің 9-11 сынып оқушыларына арналған жалпы білім беретін пәндер бойынша республикалық олимпиаданың аудандық кезеңінде 9-шы сынып оқушысы Ерсайым Нұрайым 1-ші орын, облыстық кезеңінен 2-ші орын алса, 11-ші сынып оқушысы Ахметова Жанерке аудандық кезеңде 1-ші орын, облыстық кезеңде 3-ші орын иеленді. 2025-2026 оқу жылында 10-шы сынып оқушысы Ерсайым Нұрайым жалпы білім беретін пәндер бойынша 9-11 сынып оқушыларына арналған республикалық пәндік олимпиаданың аудандық кезеңінде 1-ші орын, облыстық кезеңінде 3-ші орын, ал ауыл мектептерінің 9-11 сынып оқушыларына арналған жалпы білім беретін пәндер бойынша республикалық олимпиаданың аудандық кезеңінде 1-ші орын, облыстық кезеңінде 1-ші орын, ал республикалық кезеңінде 2-ші орын иеленді. Менің ойымша, үздік тәжірибе ол әдіс емес, ол нәтижеге бағытталған жүйе. Әрбір оқушының бойында үлкен мүмкіндік бар. Сол мүмкіндікті дер кезінде байқап,
дұрыс бағыт бағдар бере алса, кез келген бала биік белестерді бағындыра алады. Менің мақсатым оқушыға тек білім беру ғана емес, оны өз күшіне сенетін, ізденімпаз, нәтижеге ұмтылатын тұлға ретінде қалыптастыру. Сондықтан менің үздік тәжірибемнің өзегі оқушыны жетістікке жетелейтін жүйелі жол қалыптастыру. Өйткені оқушы жетістігі ұстаз еңбегінің үлкен жемісі.